Тәннің саулығы, жанның азығы болған ораза құлшылығы ислам шариғатында бірнеше санаттарға бөлінеді. Алла тағала Құран кәрімде Рамазан айында ораза тұтуды бұйырғандықтан, осы мезгілде ауыз бекіту мұсылмандар үшін парыз боп есептеледі. Егер мұсылман адам белгілі бір қайырлы істі көздеп, сол үшін ораза тұтуға уәде нәзір берсе, оны орындау және нәпіл оразаның кәффаратын жасау уәжіп, міндетті боп саналады. Ал ораза айт және құрбан айт күндері, жұма күні және шариғатта ұнамсыз деп танылған тағы да басқа күндері ауыз бекітуге шариғатта мәкрух деген үкім кесілген. Сондай-ақ аптаның дүйсенбі мен бейсенбі күндері, әр айда 3 күн ораза ұстау, арапа күні, шәуәл айында 6 күндік ораза ұстау, ашура күні және шағбан айында ауыз бекіту нәпіл оразаға жатады. Жалпы құлшылық амалдар парыз, уәжіп, нәпіл болып бекітілуіне байланысты сауабы да әртүрлі деңгейде болады. Нәпіл ораза тұтқан мұсылман парыз және уәжіп оразалардың сауабын ала алмағанмен, бұл ғибадат пендені Аллаға жақындататын қайырлы амалдардың бірі боп есептеледі. Мұсылман нәпіл оразаны ұстауға міндетті емес. Дегенімен, нәпіл оразаны шын ықыласпен ұстаса, оның сауабы тілегей теңіз. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, өзінің мүбәрәк хадисінде, қандай да бір пенде Алланың жолында бір күн ораза тұтса, жаратушы сол күннің құрметіне оның 170 жылға тозақ отынан алыстатады, деп нәпіл оразаның мәртебесін ұлық етіп көрсеткен. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, өзі нәпіл оразаға ерекше ден қойған, бұл ғибадатты ынты-шынтымен атқарған. Айша анамыз жеткізген бір хадисте, хақ елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, дүйсенбі мен бейсенбі күндері ауыз бекітуге ерекше мән беретін еді, деп айтады. Сонымен қатар, діни деректерде адамдардың жасаған амалдары хақ тағалаға осы күндері ұсынатындығын баяндалады. Сондықтан да, пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, дүйсенбі мен бейсенбі күндері аса ынтызарлықпен нәпіл ораза ұстаған. Сахабалар Алла елшісінен Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, дүйсенбі мен бейсенбі күндері ораза тұтудың хикметін сұрағанда, ол Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, ол күндері мен туылдым және маған алғаш рет уахи келді, деп жауап берген. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, басқа бір хадис шарифінде, жұмақтың есіктері дүйсенбі мен бейсенбі күндері ашылады, деп бұл күндердің артықшылығын айтқан. Одан басқа да, Алла тағаланың осы күндері пенделерінің күнәларын кешіретіндігін баян еткен хадистер де бар. Яғни аталмыш күндері нәпіл ораза ұстаудың мәні өте зор. Әрбір айдың 13, 14, 15 күндеріндегі ай толған мезгілде ораза тұтуда Алла елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, сүйікті амалдарының бірі болатын. Арабтар осы мезгілді айямул бит, яғни жарық күндер деп айтады. Мұхаддис Әбу Дәуідтің сунанында осы күндері ораза ұстағандардың сауабы 10 есе жоғары болатындығы айтылады. Осы тұста қаперге алар жайт. 3-ті 10-ға көбейтсек 30 күн. Яғни мұсылман адам нәпіл оразаға ниет етіп, айдың 3 күнінде ауыз бекітсе, онда ай бойы әрбір айда осылай жалғастырса, онда жыл бойы ораза ұстағаның сауабын алады. Түбі арафа, етістігінен шығатын білу мағынасынан білдірілетін арапа күні ауыз бекітуде нәпіл оразаға жатады. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, арапа күнгі ораза үшін өткен жылғы және келер жылғы 2 жылдық кіші күнәләрін кешіруді Алладан үмітпен тілеймін, деп арапа күні ауыз бекітудің қаншалықты маңызды екеніне тоқталған. Тағы бір хадисінде, Алла тағала арапа күніндей адамдарды тозақ отынан азат еткен күні болған емес, деп арапа күні ауыз бекіткен жанның күнәсі кешірілетіні ескертіледі.
Рамазан айынан кейінгі келетін Шәуәл айында 6 күн ораза тұту нәпіл оразалардың қатарына кіреді. Алла елшісі Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза тұтса, 1 жыл ораза ұстағандай болады, деп бұл нәпіл оразаның рухани салмағы зор екенін паш еткен. Алла тағала Құран кәрімде кімде-кім бір ізгі іс істесе, оның 10 есе қайтарымы беріледі, деп бұйырады. Нағында Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күнді қоссақ, 36 күн болады. Сонда 36 күндік оразаны 10-ға көбейтсек, 360 күн айт күндері есептелмейді. Яғни, біз 1 жыл бойы ораза ұстаған боламыз. Демек, Шәуәл айында 6 күн ауыз бекітудің сауабы өте мол деген сөз. Ислам шариғаты бойынша Мухаррам айындағы Ашура күндері ауыз бекітуде нәпіл ораза санатына жатады. Абдуллах ибн Аббастың айтуына қарағанда, хақ елшісі Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Мәдинаға келгенде яһудилердің Ашура күні Мухаррам айының 10-шы күні ауыз бекіткендерін көріп, мұның мәнісін сұраған. Олар, бұл күннің маңызы зор. Алла бұл күні Мұсаның, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, қауымын құтқарды, Фирғауын мен оның патшалығын жойды. Мұса, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, осы күні шүкіршілік ретінде ораза тұтты. Біз де сол үшін ораза тұтамыз, деп жауап берген. Сонда Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Мұсаға сіздерден қарағанда біз жақынбыз деп, осы күні Ашура күні ораза тұтып, сахабаларды осы күні ораза ұстауға шақырған. Осыдан кейін мұсылман қауымы Ашура күндері ауыз бекітуді дәстүрге айналдырады. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Ашура күні пайғамбарлар ораза тұтқан, сендер де тұтыңдар, деп мұсылмандарға бұл оразаның түпкі мәні, тым әрден басталатын баян қылған. Жалпы, парыз және уәжіп оразаларға қарағанда нәпіл ораза түр мен мазмұнға бай. Оның бір дәлелі, жылдың әр түрлі мезгілінде шариғат бекіткен атаулы күндері нәпіл оразаны ұстауға болады. Мысалы, Рамазаннан бұрынғы Шағбан айында да мұсылмандар нәпіл ораза тұтады. Шағбан айы Алла елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, сұлу сүннетінен берік ұстап, күнбе-күн дембіл-дембіл ауыз бекітіп, алдағы Рамазан айына рухани және психологиялық тұрғыда дайындық жасауға мүмкіндік беретін шұғылалы шақ. Хадистерде хақ елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Шағбан айында көбірек ораза ұстағаны айтылады. Бұл хақында мүміндердің анасы Айша анамыз, Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, өзге айларда Шағбан айындағы секілді көп ораза тұтпайтын еді, деп риуат еткен. Түйін, нәпіл ораза міндетті емес, ерікті түрде жасайтын құлшылық. Дегенімен, нәпіл оразаға ниет етілсе, ол себепсіз бұзылмауы керек. Себебі Құранда бастаған амалдарыңды бұзбаңдар, деп бұйырады. Егер нәпіл ораза белгілі бір себептермен бұзылатын болса, оның қазасын өтеу уәжіп боп саналады. Яғни, нәпіл оразаға ниет етілген ләмді жұтпай, орындай білу біздің мұсылманшылығымызға сын. Олай болса, мұсылман қауымға Аллаға жақындата түсетін нәпіл оразаларды шариғат бекіткен мезгілде бекем тұтуды жазсын. Алла баршаларыңызға разы болсын. Алла разылығы үшін ұстаған нәпіл оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағала сіздерге мол сауаптан жазсын. Әмин.